кез келген салада, любой салада мақсаттарыңа жеткілеріңіз келсе, осы үш нәрсені сіздер естеріңізден шығармай, осы үш нәрсемен үнемі жұмыс жасайтын болыңыздар. Мен қазір әрбіріне жеке тоқтайтын боламын. Ендеше кеттік. Сіздермен бірге Асқар, бұл мен YouTube арнам, өздеріңіз білесіздер. Бұл жерде мен YouTube жайлы және де TikTok жайлы және де басқа да бизнес жайлы айтатын боламын. Ал ендеше егер сіздер айта кетейін, ал егер сіздер осы бір кез келген салада, мейлі блогер болам дейсіздер ма, бір бизнес ашқыларыңыз келеді, зат сатам деймін, сату мамандығы, жалпы любой кез келген істеп айтайын. Алдын ала бастайын деп отқан болсаңыз, осы үш нәрсені жақсылап біліп алыңыз. Видеоның соңына шейін сіздер осының барлығын үйреніп, алдағы уақытта үлкен табыстарға жететін боласыздар, Алла қаласа. Себебі неге? Осы үш себепті мен жұмыс жасадым, үш себеппен, осы жақсы жұмыс жасаған себепті мен біраз мақсаттарыма тіпті еселеп жеттім. Ойымнан да артық, жоспардан да артық. Ол не нәрсе? Біріншісі, айтпақшы, жазып алыңыздар. Біріншісі дегеніміз ол істейін деп атқан салаңды зерттеу. Мысалы, сен бір кофейня ашайын деп жатсың, немесе бір столовый ашайын деп жатсың, мейлі ашаң жоқ болса, бір блогер болайын деп жатсың. Мысалы, мені зерттейсің, мен сияқты бір блогер или мен сияқты бір YouTube канал ашып, адамдарға мүмкін YouTube курстарды үйретіп, сатып, или там кез келген нәрсені продажа жасауды үйренгің келсе, сен мені зертте. Зерттеу деген нәрсе ол барлық нәрсенің алдында болады. Зерттеу ол білім. Ол не деген сөз? Зерттегенде қалай зерттейсің? Мысалы, бұл қай уақытта сөйлейді, қалай видео шығарады, қанша уақыттан видео шығарады, видеода қалай не жайында тақырыптар айтады, мысалы. Оның видео сөйлеген кезде қайтып сөйлейді. Жалпы айтқан кезде осының барлығы, немесе жаңағыдай кофейня ашатын болсаң, неге мен осы кофеханаға келдім, бұл жерде қандай артықшылықтар бар, қандай минустар бар, мен так мынаны былай ашам, мынаны былай істеймін, осыдан қалай мен артық болам деген сияқты зерттеу мен, яғни сол зерттеуге көңіл аудару, осы зерттеу біріншісі, бұл себептердің бірі, бұл зерттеу деп айтайын, бір сөзбен айтқан кезде. Зерттеу дегеніміз, енді кеңірек айтатын болсақ, бір нәрсені нақты айтатын болсақ, бір нәрсені бастан аяқ 360 градус қарап, жан-жақты зерттеп, көзіңді ашып, есеп, қисап, жан-жақты аналитика дегендей, соның зерттеуді сіздер естеріңе шығармаңыздар. Осы бірінші себеп, ол зерттеу. Ал екінші нәрсе жайлы айтатын болсам, себебі бұл жазып алыңыздар, айтпақшы, қазақша түсінікті ғой айтып жатқаным. Кейде аналитика деген сөздерді қолданамыз. Аналитика деген тоже зерттеу, аналитика екеуі бір нәрсе негізі. Бірақ аналитика енді кеңірек айтылады. Енді былай айтқан кезде, екінші нәрсе не ол деген кезде, екінші нәрсе ол айналаңды өзгерту. Мысалы, сен бір бизнес, бір сала ашқың келді, бір саламен жұмыс жасаған келді дейінші жарайды. Себебі оның ішіне блогерство да кіреді, алып сату да кіреді, қызмет түрлерін ұсыну да кіреді. Бір нәрсемен айналысатын кезде, естеріңізде болсын, саған связь керек, байланыс керек, таныстар керек, жақсы жұмыс жасайтын, жақсы ақыл қосатын, хотя бы аяқтан тартпайтын адам керек та, аяқтан тартпайтын же. Неге? Себебі сіздер бір нәрсені істеп жатқан кезде сіздер қатты қорқасыздар, ойланасыздар, толғанасыздар, так, 1 миллион теңгемді кофейняға салсам екен, салмасам екен. Сенің білікті мамандарың, бір достарың, енді айналаңдағы адамдар келіп, сал, тоқтама, былай істеп көр деп жатса, көшедегі жүрген бір алқаш келіп, істеме, ертең 1 миллион теңгең ақталмай қалса не болады? Қорқып кетесің, мен сияқты болып кетесің, қуып кетесің, лағып кетесің, сен қайдағы бір алқашын айтқан тыңдап қаласың да. Сол үшін де қайдағы біреулер аяқтан тартатын, сондай адамдардан аулақ болу керек. Менің айтқым келіп тұрған нәрсе ол екіншісі, ол сендердің жаңағындай айналаңды дұрыстау. Айналаңды дұрыстасаң, жақсы связьдар шығады. Мейлі, мүмкін сенің товарыңды біреу сатып береді. Мүмкін сенің кофейнеңді жылжытып береді. Мүмкін сенің блогер болатын болсаң, блогерге кеңестер береді, жақсы кеңестер. Ал сенің достарың, немесе родной, там неше жылдан бері роднойың, бірақ мен блогер болайын деп отырсам, үстінен күледі сен. Қара, қуатсың сен, қайдағы лағып кетті. Өйтіп ақша таппа, сен жеңіл ақша, маңдай термен табу керек, типа, екі қолмен табу керек, шөп шабу керек, в общем, Яндексте таксовать ету керек, осы адал жұмыс дейді, сені уже өшет бастайды. Потому что олардың достарының, айналаңдағы адамдардың өздері сондай. Сол үшін де сондай адамдардан аулақ болу керек. Айналаңды өзгертуің керексің. Немесе қазір ойламай-ақ қойыңыздар, Ақсеке, сен не айтып жатсың? Мені кім қосады қазір сондай мықты адамдардың қасына? Менің достарымның бәрі роднойлар,
өздерінше бір жаны ашыған бір нәрсені айтады, бірақ аяғынан шалып жатқанын өздері де білмейді, сен де білмейсің да, мысалы өзің де білмей қаласың. Мен десем жоқ, ондай орталар көп, осындай видеоларды қара, араларына қатыс, конференцияларына бар, сұрақ жауаптармен айналыс, сөйлес. Мәселе осындай жерлерден бастап өзіңнің полезный екеніңді, немесе айналаңа полезный адамдарды жинай баста. Бұл екінші нәрсе болды, связдарды дұрыстау, яғни айналаңды өзгертуің. Үшінші нәрсе ол осы сенің жетпей жатқан мақсатыңа жетпей жатқан жолдардағы не үшін жетпей жатқаныңды ойлап тап. Мысалы, оның үш себебі болады. Сен не үшін мақсатыңа жетпей жатсың? Оның бір үш себебі болады, мен білетін. Сол үшіншінің өзі үшке бөлінеді. Біріншісі ол жалқаулық. Жалқаулық дегенде өздеріңіз білесіздер. Қазіргі уақытта ең жаман жалқаулықтардың бірі дәл осы уақытта. Біреу күні бойы белін ауыртып, Яндекс таксовать етеді 20 000 теңге үшін, 30 000 теңге үшін. Алматыда мүмкін. Біреу тік аяқтан тұрып, балалардың еркелігін көтеріп, ата-аналардың сөзін естіп, мұғалім болып, аяғын тік аяқтан ауыртып, нервін құртып, сөйтіп мұғалім болып, азаннан кешке шейін жүре алады. Соған ерінбейді. Бірақ үйге келіп 20 минут TikToktан қалай ақша табу, YouTube'дан қалай ақша табу, немесе жаңағыдай сол сияқты білімдерді, мышлениені өзгерту деген 20 минут қарай алмайды, 20 минут, бәлкім 10 минут қарай алмайды ондай адамдар. Неге ерінеді, оны көргенше прикол, тамаша, анау кино көрген жақсы. Мен хотя кино, приколға қарсы емеспін. Прикол, кино өзім де көрем. Бірақ бір ретімен болу керек. Сен жұмысыңды бітір, сен сабағыңды 10 минуттық біліміңді қарап көрші жан жақтан. Содан приколыңды қарай бер. Оған уақыт табылады. Бірақ сен какой-то бір 10 минут күн бойы бөлгенің, сенің бір аптаның іші 70 минут қарайсың, 7 күнде. Бірақ ол постоянство, сенің уже кругозорың, мышлениең өзгере бастайды. Естеріңізде болсын, бизнесмен болу үшін ми керек барлығына. Соңында айтам қазір қорытындылаған кезде. Міне, осы жалқаулықтың жаманы, мен түсінем, жалқау белім ауырып жатыр, жұмыс істегім келмейді. Бірақ ауыр жұмысты, аз ақшаға жұмысты денсаулықтарын құртып істеп келеді. Қыста, суықта, жазда, ыстықта. Соған ерінбейді. Бірақ бір 10 минуттық бір курс қарауға, 10 минуттық сабақ қарауға, 15-20 минут теңге беріп курс, білімді адамдардан курс алуға, ойбай, кедей болып қалам. Сондай болып келеді. Сенің уақытың ақша тұрмай ма? Соны ойлансаңдаршы. Мизерный зарплата 300-400 мың теңге зарплата аласың. Мұғалім болып 300-400 мың, менің зарплатамды армайны деп қояды, 500 мың алам мен. 20 жылдан бері мұғалім балдардың сөзін естіп, еркектерін көтеріп, ата-ананың сөзін естіп, аяқтарын тік аяқ, нерв құртып, директордың сөзін естіп, немесе жаңағыдай бухгалтерлер азаннан кешке шейін сондай нәрселерге ерінбейді, бірақ бір 10 минуттық, 5 минуттық ақшасын қияды, демесе жаңағыдай. Сенің ол 10 минуттық нәрсе ол өміріңді өзгертеді. Ол армандарға, сенің жоспарларыңа алып келетін жол бұл. Неужели сен содан бас тартасың? Ойланып қарашы. Әрине, бұл жалқаулықтың ең жаман түрі. Ауыр жұмыстарды істеп келіп, пайдалы, жеңіл, тез нәтиже беретін нәрседен аулақ болу, немесе ерінің соған жалқау болу. Міне, сол бірінші түрі. Яғни үшінші себептің бірінші түрі ол сол жалқаулықтан арылу, жалқаулықтан аулақ болу, жалқаулықпен күресу. Екіншісі білімсіздік, тупой болу, немесе ақымақ болу. Бір нәрсені білмеу, айналыспау, қарамау, жалқау емес, бірақ ол не істейді? Барақта істей береді, бірақ дұрыс істемейді, білмейді ол нәрсені. Ол білу керек негізі, көрдіңіздер ма? Сол үшін де мен айтатыным, ақымақ бол, яғни немесе білімсіз болмаңдар. Үйреніңдер, қараңдар. Егер сенімді адамдарыңыз болса, тіпті содан ақшасын беріп болса, қасында жүріп үйреніңдер, қанша ақша сұраса да. Неге? Потому что ақша тұр ар жағында, армандар мен үлкен белестер тұр ар жағында. Соны ұмытпаңыздар, естеріңізде болсын. Бұл білімсіздік, ол енді түсінікті. Үшінші нәрсе ол, жаңағы үшінші себептің үшке бөлінеді дедік қой, біріншісі жалқаулық, екіншісі жаңағыдай ақымақтық. Үшінші нәрсе, ең жаман нәрсе ол бәрін құртады, осының алдағы дейінгі. Ол мен білем. Бәрінде мен білем. Зертте десең, мен білем. Айналамды достарымды жинап алып кел, жақсы адамдармен аралас, мен білем өзім, мен білемдік. Білгіштік. Жаңағыдай жалқаусың десе, мен өзім білем, мен сенен сұрамаймын. Мысалы, кешіріңіз да, мысалы, мен алдыма бір әнші адам келіп, мен одан сабақ алайын деп жатсам, немесе пианино, немесе бір вокалдан сабақ беретін болса, мен өзім білем, мен өйтіп айтпаймын ғой, мысалы. Бір боксер келеді алдыма. Мен боксермын, чемпионмын, міне медальдарым, суреттерім бар. Деп жатсам, мен ютубты білемін, сен кімсің, кетіп барар. Сен аз ақшаға жұмыс жасайсың, бәрі құрудым. Өйтіп айтпаймын, ол боксер, оның білімі бар. Мысалда, тренер болсын, мысалда,
диетолог мысалы неше түрлі салада мен білем деген сөзді айтпау керек. Егер саласында адам кеп тұрса, ол адам сіздерге жақсы нәрсені үйретіп тұрса, немесе оның көзің жетіп тұр, нәтижесін көрсетіп тұр, бірақ мен білемділікке салынып, талай адамдар көп нәрседен айырылып жатыр. Өткенде балдармен отырам, зарплаталар 200-300 мың теңге, сөйтіп TikTok жайлы әңгіме шығып кетті. Я TikToктан ақша тауып болады десем, біреу ортаға кіріп кетті, ол әңгімені жіберді. TikTokта мен үйту керек, бүйту керек, анау керек, андай қылсам, андай миллион тапқан, анау бір нәрсе 7 миллион тапқан, анау 15 миллион тапқан, 20 миллион, біреу доллар миллионер болып кеткен, соны ауызда да құр. Сен істедің десем, мен анау мынау, в общем, бір жерде грузчик жұмыс жасайды, күріш жасайтын жерде. Сосын міне дедім, бауырым дедім. Осындай әңгімелер керек жоқ дедім да. Неге өзің істемесін десе, ондайға үй алам мен, анау мынау бір бәле. Ақша тапқым келе ма? Тапқым келеді TikToктан. Бірақ істемейді. Білгіш та. Енді мен айтып атсам, жоқ, қабаттасып бұра береді сөзді. Сондай тупой адамдар бар да, кейдеше таңғалам ше. Алдыңа кеп тұрма, адам мен сияқты адамдар жұлып ал, мен өзімнен білімі жоғары, менен жақсы TikTok білетін, менен жақсы YouTube білетін адам болса, мен жабысып алам мен оны. Аға, көке, ойбай, ақшаңды төлей, маған үйретші, менде бір алдыға шығайын. Бұндай адам көріп тұрған жоқпын мен, шынын айтайын. Айналамда, мүмкін шетелдерде бар шығар, мен білмеймін. Сондай адамдарды пайдаланумен ғана сен өсесің да. Міне, көрдіңіздер ғой. Қысқа қайырып айтқан кезде, бірінші сіздердің айтайын, мақсаттарыңа жету үшін осы 3 жолда жұмыс жасау керексіздер. Біріншісі сіздер зерттеу. Екіншісі айналаңды өзгерту. Үшіншісі осы мақсатыңа жетпей жатқан жолдарды не кедергі жасап жатыр. Сен соларды тауып, оның өзі 3-ке бөлінеді, соларды емін жаз. Олардың 3-ке бөлінеді дегенде үшіншінің біріншісі жаңағы жалқаулық, екіншісі жаңағыдай білімсіздік, тупой деп айтады, білімсіздік. Үшіншісі мен білемшілік. Былай айтқанда, осы 3 жолмен сен жақсылап жұмыс жасайтын болсаң, кез келген мақсатыңа Алла қаласа жетесің. Ойламай-ақ қойыңдар, менің қолымнан келмейді, мен деген блогер емеспін, мен сөйлей алмаймын деп ше. Мен де бір кездер сөйлей алмайтын едім. Қазір қалай сөйлеп отырмын, қараңыздар. Бұл дайындалмай шыққан сабақ, бұл өмірден алынған сабақ. Біреулер сияқты 2 сағат бойы, ойбай үйтем, ойбай былай сөйлеймін, былай тұрам, шашым былай, түрім былай, жоқ. Жоқ, бұл деген каканайыз керекті нәрсе. Міне достар, осы 3 нәрсемен жұмыс жасайтын болсаңыздар, YouTube'та жұмыс, TikTok, Instagram, саласы, неше түрлі салалар, сату саласы, алып келіп, қызмет түрлері, бизнес, мысалы, болады, доставка, анау, мынау, кафе саласы, любой жұмыспен жұмыс жасасаңыздар да, любой жұмыспен. Осы 3 нәрсемен үнемі қайтып, үнемі сақтап алыңыздар. Осы видеоны достарыңа таратыңдар. Айтпақшы, сіздерде YouTube'та, TikTok'та курс қажет болса, өте арзан бағада сатып жатырмын. Өте маңызды, қысқа нұсқа айтылған. Мына видеоның астында нелер болады? Немесе менің WhatsApp-ыма жазыңыздар. 708-173-47-89. 15 мың теңгеден курстар бар, TikTok'тан да курстар бар. Сол курстарда барлығы сіздерге жолдардан көрсететін қысқа нұсқа айтылған. Уақыттарын құртай бермей, іспен айналсыңыздар. Созылып кетті уже сіздердің біраз әңгімелеріңізді. Мысалы, көп адамдар жазады, бірнеше, мен танимын біразында. Біраз жазады адамдар. Сол, қарайсың, біраздан кейін қарасаң, уже әлі сол 6 айдан кейін. Қалай ол, вообще мен түсінбеймін. Қимылдамайды. Дұрыс қимылдамайды. Айтпақшы, менің WhatsApp нөміріме шығыңдар, 708-173-47-89. Тек қана курс бойынша шығыңыздар. Менің уақытым қысқа. Жұмыстар көп, менде бәрі расписание. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.